Құрметті достар, Қуат Ахметов бауырымыз бүгін Елордада қонақта. Енді Қуат Ахметовты бәріңіз танитын шығарсыздар. Бұл жақында ғана Арзан супермаркеттің қазақ тілі туралы заңнаманы бұзған үшін сотқа берген бауырымыз бүгін Астана телеарнасының шақыруымен Елордаға келіп отыр. Құдай қаласа сағат 10-да ұшағы қайтадан Алматыға қайтады. Жол қалай өтті бауырым? Қалай келдің? Қалай жеттің? Жақсы, кеше өздері хабарласты осы. Анау радио, интернеттен көріпті, осы сотқа берген шеф-редакторы хабарласып, нақты тіл мәселесіне осында бағдарламаның аты Тілім жоқ. Тілім жоқ деген бағдарлама, иә. Нақты сол тілге қатысты, сол проблема. Сосын соған келіп, сол бағдарлама арқылы елге сол өз проблемамызды жеткіземін деп келдім. Үндеу жасап, телефон беріп, қалай сол тәсілді қолдануға, сонымен пайдаландым да. Нұрлан мырза, уағалейкум ассалам. Сіздердің де сұрақтарыңыз болса, Қуат бауырыма, сіздерде қойып отырыңыздар. Мен бірнеше сұрағым бар еді. Үлгі болсын деп, елге үлгі болсын деп, бауырым осы Арзан супермаркетінде қандай қателік көрдің біріншіден? Сосын процесс қалай басталды? Сол қазақ тіліне байланысты қандай мәселе бар еді? Бірінші соны айтып берсін, Арзан супермаркетінде. Білмейтін адамдар үшін түсіндірейік. Бұлайда әрбір адам өз тұрған жерінен бастау керек те. Мысалы, кірдің супермаркетіне. Мынау қазақпын деген намысына тию керек. Мысалы, молоко, хлеб деп жазып, бірақ тек қана ресей тілінде жазылады да. Енді көрнекі ақпарат тек қана ресей тілінде жазылды ма? Иә, тек ресей тілінде, қазақшасы жоқ. Сен білесің ба? Супермаркеттерде солай да, әрбір қалада. Мысалы үшін солай ма? Өйткені Арзанның тек қана сол филиалында сондай проблема болды ма, немесе бәрінде қазақ тілі аяққа тапталып жатыр ма? Жоқ, әрбір көп супермаркеттерде. Мен өйткені соны сот болғанда көбісі хабарласып, немесе комментарияда, YouTube каналымда айтып, ойбай, мұны бізде де солай, бізге де кел. Мен супермен емеспін ғой, саған ұшып баратын дейді, кел, анда кел, Ақтөбеге кел, мұнда кел, Өскеменге кел. Бізде де Шымкентте де ондай мәселе бар. Бүкіл Қазақстанда не бар да, соны өзіміз сол нақты кірістім, ертең халыққа үлгі болсын да, қандай қиындықтар болды. Немен басталды? Мысалы үшін мен білем, бір 2 айдай болды, иә, сол Арзан супермаркетіне сен азық-түлік алуға барып, сол жерде тек қана көрнекі ақпараттардың тек қана ресей тілінде жазылғанын көргеннен кейін сен видеоға түсірдің. Иә. Тікелей эфир болды ма сол? Жоқ, тікелей эфир емес. Видеоға түсірдің, сосын ол филиалдың басқарушысын шақырдың, бір ханыммен сөйлестің, дұрыс па? Замдиректор. Мен есімде дұрыс қалған болса, сен қателессем, сен мені түзетесің ғой. Сен ол кісіге сол мәселені түсіндірдің, заңды ескерттің. Осы жер Қазақстан болғаннан кейін, Қазақстанның тіл туралы заңы болғаннан кейін, сол заңға бағынуларыңызды сұраймын деп мәдениетті түрде жеткіздің. Ол кісі саған қандай жауап қайтарды? Ол айтты да, мен неге бастықтарыма айтам, жеткіземін, айтпай-ақ, мен сізге айтып отырмын, сіз ғой директор осында, директор орынбасар. Оны айтып керемін, сіз көріп тұрсыз оны жерде тек ресей тілінде, неге мемлекеттік тілде жазылмайды? Көз бақырайып қарайды, мен айтам, айтма, заң бұзушылық, ертең біз сотқа береміз. Сол сен телефоныңды бердің, иә, ол кісінің телефонын жазып алдың. Иә. Сол өзім хабарласам деп айтты ма? Иә, өзіміз хабарласамыз. Иә, мен мысалы үшін сол видеоны көргеннен кейін міндетті түрде сол компания басшылығы, Арзан супермаркетінің басшылығы қателіктерін түзетеді деп ойлағам да мен өзім. Енді біздің ең маңызды бір кемшілігіміз, біз өте ақ көңіліміз. Біз мысалы үшін сөз берсек орындаймыз ғой. Ойлаймыз да, бұл компаниялардың өзі заң бұзушылықтарын біз мәдениетті түрде ескерсек, оларды орындайтын шығар деп ойлаймыз да. Бірақ еш нәрсені өзгерткен жоқ. Солай ма? Иә, шығармады да, оны өзгертпе түгіл қайда барсам онда бар. Мен жерімде не болды десем білмеймін, не болды.
орысша жаза береміз, үйреніп қалғанбыз. 100% қазақ істейді де, оны қызық, тек қазақ ұлты ғана істейді сонда. Сосын ешнәрсе өзгермегеннен кейін сен қандай мекемелерге жүгіндің? Бірінші енді ол ең жүгінетін мекеме ол прокуратура болды. Өйткені ол прокуратура заңды, егер де заң бұзылған кезде заңды қадағалайтын органда. Екенін мысалы көрдіңіз, прокуратура барады. Мына жерде конституция тілдер заңы бұзылып отыр. Мысалы мен ескерттім, айттым, не енді сіздерге жүгіндім. Олар сосын ары қарай өздері олар сенің талабыңды қабылдады. Қабылдады, міндетті түрде қабылдады. Сосын уақыт берді ме, мысалы үшін неше күн ішінде жауап берді? 2 апта. Енді бұларды мен неге сұрап отырмын, құрметті достар? Қазір бұл Қуат бауырымыздың істеген ісі өте дұрыс, заң аясындағы күрес деп айтуға болады. Барлық азаматтардың қолынан келетін нәрсе болғаннан кейін ол не істеді? Заң бұзып жатқан арзан супермаркетін, бұл енді кез келген мекеме болуы мүмкін, қалай сотқа дейін берді, жеткізді, соны мен білгім келіп отыр да, сіздерге де білгізгім келіп отыр. Білдіргім келіп, сол үшін мен егжей-тегжейлі сұрайын. Прокуратураға сол арызды бергеннен кейін неше күн күттің? 2 апта күттім. Олар саған жазбаша жауап берді ме? Жоқ, менің сосын телефоны бар. Отрывной талон алдым, хабарластым. Не болды десем, біз сіздің жазған арыз бойынша тілдер басқармасына жібердік, Алматы қаласының Алатаудан. Болды сонымен. Біз өз сол кім айналысатын орган соған жібердік, содан біліміз бітті. Сосын мен ары қарай тоқтамай оларға бардым. Енді олар былай айтты, біз қарадық, біз оларға ескерту жасадық. Ескерту қағазын көрсетті. Міне 1 айдан кейін өзгереді. Жарайды, өзгергенде қалай? Олар заң бұзды ғой, неге оларға жауапқа тартылмайды? Сосын айттым, милицияға. Сол өзгерді ма, сол да мәселе? Жоқ, сол 1 ай өтті, өзгерген жоқ. Өзгерген жоқ. Енді оларға прокуратураның ескертуі де бәрібір. Бәрібір. Көрдіңіз ба? Енді бір нәрсе бар да, мысалы үшін. Сіздің қол астыңызда жұмыс істеп жатқан бір қызметкерлер, жұмысшылар болса, олар сіздің тіліңізді алып, сіздің айтқаныңызды орындау керек, дұрыс па? Бұлар Қазақстан азаматтарының арқасында ақша тауып, оларға азық-түлік сатып, олардың арқасында енді тапсын, әрине, ешкім олар ақша таппасын деп отқан жоқ. Бірақ сол қазақтың арқасында ақша тауып, Қазақстанның заңдарын аяққа таптаған нес? Бұл қалай түсінуге болады бұны? Қазақтың тілін аяққа таптап, мемлекеттің заңын аяққа таптап ақша табуға болмайды ғой. Сіз жеке кіші кәсіпкер болсаңыз да осындайға жол бермейсіз, қол астыңыздағы жұмысшыларыңыздың сіздің айтқан сөзіңізді, сіздің өз ережелеріңізді орындауын күтесіз. Сондай бұл мемлекетте тұрып жатып, заң бұзу деген бұл енді халықты біріншіден қорлау деген сөз. Прокуратураның ескертуімен де олар өзгертпегеннен кейінгі этап не болды? Сосын не істедің? Сосын тілдер басқармасына баратын, сендер полицияға хабарласыңдар, солардың құзыретінде де солар айыппұл салу керек. Административный кодекстің 75-ші бабымен тілдік дискриминация деді. Сонымен неге айыппұл салу керек? Жарайды деді. Олар маған полицияға жіберген қағазын көрсетті. Бардым, 2 ай ештеңе өзгерген жоқ. Өзгеретін түрі жоқ, сосын бардым да сотқа жүгіндім. Ең соңы. Енді бұл тәсілді осылай әрбір рет, мысалы, осы тәсіл Қостанайда жұмыс істейді. Қостанайда мысалы сотқа бармай-ақ прокуратураға жазып, 2 апта 1 айда өзгереді, заң жұмыс істейді. Алматыға бұл тәсілді әкелдік, микрорайон Айнабұлақта, Алматы аренасын бұл тәсілді қолдандық. Онда да өзгерді. Өйткені кәдімгі Демек сотқа бермей-ақ өзгертуге де болады. Енді әрбір жеке адамның, жай азаматтың қолынан келер нәрсесі бар, көрдің бе? Соны дәлелдеп отыр да. Бұл енді Қуаттың кеше ғана бастаған күресі емес. Біз Қуатпен қай жерден таныстық? Біз осы тіл күресі бойынша бір-бірімізді танып отырмыз. Бұрындары Қостанайда енді орыс тілділер көп деп айтып жатыр. Мысалы, Қостанайдың өзінде Қуат бірнеше рет сотқа бармай-ақ
Иә. Ескерту жолымен. Иә. Прокуратура арқылы көп өзгерттік, тақтайшалар. Прокуратура арқылы заңды ескерген жетеді ғой негізі. Енді соны білсе, заңды білмейтін де шығар бұл кісілер, енді сауатсыздар деп айтуға болады. Демек, әрбір азаматтың қолынан келетін шаруа бар деген сөз, иә? Иә. Уақыт та көп кетпейді. Сосын, мысалы үшін, бұл уақыт қанша кетті, көп шығын кетті ма сенен, бұл туралы да сұрақтарым болады, бірақ біздің достарымыз, көрермендеріміз қандай сұрақтар қойып, соларды көрейік. Нұржан Белдебек ұлы Қуат Оғыз мырзалар жалпы Қазақстанның барлық өңірлерінде қарапайым халық көп нәрселерді орысша айтады дейді. Енді дұрыс қой, дұрыс, бірақ енді осындай деп қарап отыруға болмайды. Ол құлдық сана сезімінен айырылу керек қой. Сіз мысалы ол құлдар қожайынның тілінде сөйлейді. Енді сіз құл деп санамайсыз. Сіздің үйіңізде бір нәрсе шаң болып кетсе, оны сыпырасыз. Бір нәрсе сынып кетсе, оны жөндейсіз, иә? Ол сынып кетті деп отыра бермейсіз ғой. Иә, бұл енді дұрыс айтасыз, Нұржан мырза, бірақ енді оны қарап отыруға болмайды ғой, енді осындай деп. Сонда біз бөтен мысалы армян құрлы болмады па, олардың намыстары бар ғой, армян шағаны қазақ, сонда мен олай келіспеймін, қазақша талап ету керек. Сабит мырза Дулатұлы дүкендер, банктер, қала ішіндегі автобустар депті, мүмкін басы бар еді, сол хабарламаның басын көрген жоқпыз. Қуат мырза, сізге 1000 алғыс депті Алма ханым. Осындай жігерлі азаматтар көп болсын. Осы жақсы тілектеріңіз үшін сіздерге көп рахмет, мен өз атымнан. Енді Қуат бауырында солай қуанатын шығар сіздердің қолдауларыңызды көргенім. Бірақ біз жақсы тілектерден гөрі сіздердің де іске көшулеріңізді күтіп отырмыз. Иә, оған бізге ең жақсы рахмет, мысалы үшін. Иә. Рахмет саған, Қуат бауырым дегеннен гөрі осы сенің ісіңді көріп, өзде заңға жүгініп қазақ тілін қорғайтын бірде-бір азамат шықса, саған ең үлкен алғыс емес па ол? Иә, мысалы біздің бағдарламаны көріп, Алматыда бір жігіт шықты, бірде тиын кеткен жоқ. Бардық прокуратураға жаздық, 2 аптада бүкіл тақтайшаларды, бүкіл микрорайонды өзгертіп шықтық. Болды. Осы ең күшті, осыдан артық рахмет керек емес, өйткені ұлт, тіл, жер бәрі біргеді, ол сол үшін күресу керек. Сәлем берген Аслан мырза, Алмас мырза, рахмет сіздерге. Динара ханым, көшелерде мекемелердің көбінесе ағылшын, латынша немесе орысша көшелердің аты. Енді қытайша жазылған дейді. Қазақ жерімізде жүріп, қасында 6 жасар қызым неге басқа тілде жазылған, мен оқи алмай жатырмын дейді. Күйіп кеттік, сіздерге сәттілік, рахмет алған. Сіздер тек қана қызық қазақ халқы. Ой, Ринат барып істеп тастайды, Қуат барып. Барда дүкенге талап. Өзің айт, дұрыс. Бұл жерде, мысалы үшін, біздің ең жақсы қолымыздан келетін нәрсе, осы проблеманы, мәселені жазу, иә? Біз диагнозды жақсы қоямыз. Диагнозды қойдық қой, білеміз ғой, енді көшелерде, мекемелерде, тіпті көптеген мемлекеттік мекемелерде осындай мәселе бар екенін білеміз. Бұл диагноз. Қашан емдеуге өтеміз? Қашан емдеуге өтеміз? Енді қазір Құдайға шүкір телефон бар, соны жариялаймыз. Сол телефонға звондаңыз, соған міндетті түрде жауап береміз, юридический көмек жасаймыз, қалай істеу керек, не жазу керек. Ол үшін ақша алмаймыз. Сен бұл үшін не қылдың ба, бір телефон сатып алдың ба? Иә. Оны беруге бола ма осы жерде? Иә, осы жерде. Жатқа білесің ба? Жоқ. Қазір мен сіздердің хабарландыруларыңызды оқып жатқан кезде сол нөмірін, өз жеке телефон нөмірін айтып берсін Қуат бауырым. Енді Қуат көп адамға қарағанда заңды жақсы біледі. Енді біздерден жақсы білгеннен кейін оның кеңестері өте маңызды деп ойлаймын. Беретін кеңестері. Руза апай, сіздің де көріп отырғаныңызға өте қуаныштымыз. Құлындарым депті, тіл деп жүрген екі мықты рухты жігітті бірге отырғандарыңызды көріп, көру мен үшін ғанибет дейді. Нұрия ханым айтыпты, сол талап ету керек депті. Хабарламаны оқиын. Қуаныш мырза, мен Қуат сияқты
эгол аркылуу кузурлуу мекемелердин араласып қазақша жүргізілуін талап эткенин сонда түзету жасалды. О, Міне, керемет. тоқтамау керек, ұрыспай құзырлы мекемелерге ресми шағымдану керек. Дұрыс. Көрдіңіз бе? Аты жөнін мен толық айтып берейін. Бұл Қуаныш Әділханұлы деген азамат, біздің құрметті досымыз. Оны іс жүзінде жасапты. Қарап отырмапты да, Оғыз бір нәрсе істесе екен, Руза апай бір нәрсе бітірсе екен, Қуат сотқа берсе екен деп күтіп отырмай, әркімнің жасайтын жұмысы бар, ағайын. Енді бұл біз өмірге бір-ақ рет келеміз. Бізге ең қымбатты сол әке шешеміз, бала шағамыз, сосын ұлтымыз емес пе? Ең қымбатты сол емес пе? Өз ұлтына қайыр жоқ адамның адамзатқа қандай жақсылығы тиюі мүмкін? Осындай принципті басшылыққа алып, бәріміз осы Қуат бауырымыз сияқты заң аясында күрес аламыз деп ойлаймын. Айта аласың ба телефон? Иә, телефон. Енді осы мәселеге қызығатын достар, Қуат бауырымыз жақында ғана Қостанайдан Алматыға көшіп келді, отбасымен бірге. Қазір Алматы қаласында тұрады, және заңды біздерге қарағанда, көп азаматтарға қарағанда жақсы біледі. Қазір Қуат өз жеке нөмірін айтып береді сіздерге. Сосын мен тікелей эфир біткеннен кейін мүмкін текст ретінде, мәтін ретінде де жазатын шығармын. Жазып алыңыздар. Жазып алып, Қуатқа әрқашанда кеңес сұрап хабарласуларыңызға болады. Айта бер. 877 272 86 12. Тағы бір рет қайталайық, ақырын. 877 272 86 12. Осы номер ертеңнен бастап жұмыс істейді. Енді самолетқа мінемін, анау батарея өшіп қалды. Енді мүмкін жұмыс істеп жатқанда жауап бере алмаса да, ол қайтып сіздерге WhatsApp бар ма осында? Иә, WhatsApp бар. WhatsApp-та бар. Міндетті сол үшін ашып жатыр. Енді бұл негізі қайта айту керек. Қуат заңгер емес. Заңгер дегенде енді заңды жақсы біледі, жоғары білімі бар. Бірақ енді заң жұмысымен айналысып жатқан адам емес та. Бірақ заңды жақсы білген адам ретінде көрдіңіз бе, өз құқықтарын біледі, азаматтық құқықтарын біледі. Мемлекеттің заңдарын біледі. Заңдарды білгеннен кейін біз құр айқайлаумен қазақтың намысы аяққа тапталып жатыр, қазақ тілі қорланып жатыр деп айқайлағанша заң аясында күресуге болады деп ойлаймын. Осының үлгісін көрсетіп отырған осы Қуат бауырым. Әрқашанда осы жаңа айтып өткен телефон нөміріне хабарласып, Қуат бауырымнан заңдық кеңес ала аласыздар деп айта аламыз ба? Хабарласыңыз. Негізі сол үшін мақсат. Арнайы сол үшін алған екен бұл нөмірді. Ханзира ханым, рахмет Оғыз мырза депті. Рахмет, бізге ең жақсы рахмет, егер сіздер де күрессеңіздер заң аясында. Заң бізге жақ. Заң бізге жақ болғаннан кейін осы жер түркінің атамекені, қазақтың өзінің жері болғаннан кейін біз басқа бір мемлекетте заңды талап еткен жоқпыз ғой. Біз сол қазақтың тәуелсіз мемлекетінің өз парламенті, елбасы тарапынан бекітілген заңдарының орындалуын ғана біз талап етіп отырмыз. Әрбір азаматтың қолынан келетін нәрсе бар. Бізге сіздердің айтатын ең жақсы рахметтеріңіз осы жолда сіздерде кішкентай болса да бір нәрсе, бір шаруа бітірулеріңіз болып табылады. Бір қырғыз бауырымыз хабарласыпты, берді ол мырза. Бұл жақта қырғыз бауырларымыз, біз сүйініп жатамыз, қуанып жатырмыз дейді. Бар болсын депті. Рахмет. Әсия ханым өте дұрыс депті. Тамшы көлге көп, өзенге, өзен теңізге айналады. Өте дұрыс. Әсия ханым, сіздер де әрекет етіңіздер. Ақмарал қарындас, сіздер сияқты тіл жанашырлары көбейе берсін. Оның бірі де сіз болыңыз. Мен 100% сенемін. Енді бұлай басқаша ойламаңыздар. Ақмарал қарындасымыз да міндетті түрде тіл жанашыры болғаннан кейін қызығып бізге жазып отыр. Бірақ қорықпау керек.
Біз заңды бұзбаймыз. Біз қаласақ та заңды бұза алмаймыз, өйткені біз мемлекетімізді жақсы көреміз. Осы Түркияның азаматы ретінде мен, Түркияның заңдарын, Қазақстанда тұрып жатқан адам ретінде мен, Қазақстанның заңдарын орындауға, қорғауға мен міндеттімін. Ал сіздер Қазақстанның азаматы ретінде осы қанша мың жыл бойы қара шаңырақты тастап кетпеген таза қазақтар ретінде әрине біздің түркінің мақтанышы қазақ тілін әрине әлбетте қорғайсыздар деп ойлаймын. Бұл Оғыздың да, Қуаттың да, Руза апайдың да жеке жұмысы емес. Мысалы үшін, Қуат, бірінші сот отырысы болды ма? Иә, бірінші сот өтті, енді оны телевизордан көрсетті ғой. Мысалы, онда көрмеген азаматтар үшін қалай өтті? Мысалы, сот болды ма, болған жоқ па? Сот болды, сот қабылдады арызымды, болды, өйткені бүкіл инстанция. Сотта былай сұрапты, сіз анда жаздыңыз ба? Мен жаздым. Прокуратураға бардыңыз ба? Бардым. Бүкіл инстанцияларда адам сотқа дейінгі процесте? Иә, соттан кейін бүкіл процестерді өттім. Енді тек ешқандай амал қалмады да, тек қана сот. Не конституциямыз бар, ата заңымыз, мемлекеттік тіл, қазақ тілі. Анау қалған бәрі бос әңгіме де өзгермей жатыр. Прокуратура іштік істелмей жатыр, полиция істелмей жатыр, әкімшілік істелмей жатыр. Кім? Сонда біз өзіміз қазақ, егерде біз ұлтымыз ғой, тек қана біреудің намысына тиемін барды, негізі заңдарда адамның намысына қайшы болмау керек. Дұрыс. Өйткені қалай сен қазақ болып, мысалы, қандастарымыз келеді, келіп, ол неге ресей тілінде сөйлеу керек? Ол міндетті емес, кейбіреу соны білмейді, сорлап, ойдай, арызды орысша жазып, немесе біреуді сұрайды, жазып бер, керек емес, талап ет. Талап ететін қорқасың ба, заңды білмейсің ба, міне телефон номері бар, хабарлас. Сонда үйім бір орталық ашамыз да, соны қолдап бүкіл облыстарда енді ақырындап жұмыс жүріп жатыр. Негізі 6-7 облыс дайын. Енді ұлттық емес мекемелерді ұлттық емес ұйымдарды шақырамыз. Анау ата жұрт жастары бар, оларда қолдайды. Сондай бір 10 шақты ұйым қосылып, сосын ұлт жанашырлары бар, сол бәрін жиналып, сондай бір орталық ашатын ойымыз бар. Сонда нақты сол мәселемен айналысамыз. Дұрыс. Енді мынанда атап өткім келеді, мен Қуатты жақыннан танығаннан кейін білемін, қайтадан айтқым келеді сіздерге. Біз ешқандай ұлттарға қарсы емеспіз. Әрбір ұлт бар болсын. Әрбір ұлт бақытты болып, өз тілін сақтап, өз мәдениетін сақтап, Қазақстанда да, Түркияда да, күллі әлем бойынша жүре берсін. Бірақ біз ең алдымен өз ұлтымызды ойлауымыз керек қой, ең алдымен. Енді бұл жерде мысалы қазақ тілінің намысын қорғап жатқан осы азаматтардың мақсаты орыс тілін жоқ қылу емес. Орыс та орысша сөйлесін, қазақ қазақша сөйлесін. Әркім өз тілінде сөйлесін, бірақ енді бұл қазақтың мемлекеті болғаннан кейін мемлекеттік заңдардың орындалуын ғана біз сұрап отырмыз. Немесе біздің ешқандай басқа ұлттарға бір жау көзқараспен қарап отқанымыз жоқ. Сонда қайтадан ескертіп өту керек. Мен айтып отырмын ғой, біз мысалы үшін Ресейдің қол астындағы түркілердің тілін қорғау ол басқа мәселе мысалы үшін. Онда реті келгенде онда қорғайтын шығармыз, Құдай бізге қуат беретін болса. Бірақ бұл енді Ресейдің қарамағындағы ел емес қой бұл Қазақстан. Қытайдың құлы емес қой мысалы үшін, Американың отары емес. Бұл тәуелсіз ел болғаннан кейін, ол елдің аты Қазақстан болғаннан кейін, қайталап айтайын, Қазақстан болғаннан кейін, әрине оның тілі қазақ тілі, және қазақ тілі туралы заңнама орындалуға тиіс. Руза апайымыз тағы жазыпты, тіл жөнінде өтініш талапты айтып. Сен оқышы, мен оқышыдан көре алмай жатырмын. Талаптай айтып, сілкілеп те келдік, тіл жөнінде бүгін қабағын қатты түйіп қарсы алып, солай тыңдаса да айтқан сөздерімді сендердің өздерін де бірдеңе істеңіздер дегендеріне есеп беріп отырған түрім ғой. Соны пост қылып жазармын, кешірек.
жазып жибериңизчи депти, телефон нөмірі туралы айтып отырсыз деп ойлаймын, Бауыржан мырза. Оны жаңа айттық. Мен оны да жазу түрінде де мәтінге қосатын шығармын. Бәке, қолдауыңызға рахмет. Бәке, таныстығына жол. Черный нөмір қарсы алғанда. Жангелді мырза өз телефон нөмірін жазды ма, сенікін жазды? Жоқ, аны номер жазды. Сен айтқан. Иә. Қараңыздар, Жангелді Жақсылық атты азамат. Жаңа ғана Қуат бауырымыз айтқан өзінің жеке нөмірін жазыпты, сол жерден көшіріп алуларыңызға болады. Гүлмайра ханым қолдауын білдіріпті. Бізге ең жақсы қолдау сіздердің де осы қатарға қосылып, бізбен бірге, жалпы, енді бізбен бірге болмаса да, бізден хабарсыз түрде де күресіп жүрулеріңіз. Алла берген, заң дұрыс емес, тіл туралы күресіп келе жатырмыз, заң орыс құлдарды қолдайды. Алла берген мырза, менің ойымша да заң өте күшті емес. Енді осыдан жақсы болу керек еді, толық қолдау керек, қорғау керек еді қазақ тілін. Ондай күннің өзінде ең болмағанда бүгінгі заң орындалса, көп нәрсе түзелер еді. Бүгінгі заңды біз орындатайықшы, бүгінгі заңды. Қазір бізге ұнамай жатқан осы заң бар ғой, тіл туралы заң, ата заң жалпы барлық баптары, қазақ тілі туралы заңнаманың барлық баптарын біз орындата алсақ қазір, содан кейін көрерміз, одан да жақсы заңдар шығаруға мемлекет басшылары, парламентте отырған депутаттар талпынатын шығар. Бірақ халықтың талабы болу керек сол үшін. Иә, өйткені ана Эйр Астананы жеңген арқылы да, мысалы бүгін аэропортқа міндім, керемет қазақ тілінде бәрі. Өте риза болдым. Енді осы жерде бәрі сенің қолдаушыларың ғой, Қуат. Бірақ мен енді қарсылар да болуы мүмкін, енді ертең естисің ғой, саған қарсылар да шығады ғой. Олар қоятын бір сұрақты мен саған қойғым келеді. Сен не шаруаң бар бұл қазақ тілі, арзан супермаркеті, көбірек ақпарат туралы заңды бұзып жатыр. Не шаруаң, үйінде отырмайсың ба сен? Сен пиар үшін жасалсың ба? Айтшы, жауап бер енді. Негізі пиар ма, сен танымал болғың келе ме? Иә, мен 13 жыл айналысып келе жатырмын. Нақты осымен 13 жыл бұрын анау машинамен келе жатқанда полиция қызметкерлері тоқтатып, содан басталды. Негізі сол жерден басталды. 13 жыл өтті. Тоқтатып, жаңа жылда қар жауады. Сосын мен не себеппен тоқтаттыңыз, қандай? Осы айтып жатыр да, вот проверка документов. Мен қазақша сөйлейсің, қазақсың ғой, екі қазақ тоқтатқан. Неше жыл бұрын бастады дейсің? 13 жыл. 13 жыл бұрын. Мен сен қазақ емессіңдер ме? Қазақша айтып бастады. Мемлекеттік қазақ. А что ты такой, откуда взялся такой? Мы тебе сейчас устроим деп, сонда штраф салды. Анау габарит па, мен сол жерде ұрысып қалып, мен мемлекеттік тілде толықтырмай 13 жыл бұрын қиын болды. Күліп, бәрі орысша. Сосын мен кілтімді алдым да капотқа тастадым. Машинам сол жерде. Екінші күн полицияға бардым, айттым, мынау не масқара, неге бәрі күледі, сен қызықсың ғой. Сен бұздың ба, штраф, жарайды, бұздым, ол бөлек әңгіме, мен онымен келсем жарайды. Айыппұл төлеймін. Неге мемлекеттік тілде бас тартты? Неге ол бәрі ой қызықсың, ондай бізде ешқашан болмаған бәрі. 13 жыл бұрын демек бұл таңғалатын мәселе еді, иә? Ең болмағанда қазір өзгеріс бар деп ойлаймын. Өйткені қазір заңды бұзып жатқандарда өздерін жақсы сезінбейді. Олар біледі ғой, енді заңды бұзып жатқанын біледі ғой. Қазір бір Руза апай сияқты, Қуат сияқты, енді Мұқағали бауырымыз бар, Жасұлан мырза бар, осындай тіл, Нұржамал ханым бар, тіл жанашырлары бізді сотқа беріп, халыққа осындай көрсетіп жатса, біз не істейміз деп, өзі заңды бұзып жатып, кішкене қорқа бастады. Өйткені бір жағынан мемлекет те осы жерде заңын өзі де қорғау керек деп ойлаймын да. Қуат бауырым өткенде бір эфирде айтты, негізі бір заң бұзушылық көрген кезде тіл бойынша 102-ге қоңырау шалуымыз керек. Және олар дереу сол жерге келіп, сол заң бұзушылықты тоқтату керек деп айттым да. Сол тәсілді бүкіл Қазақстан
жалғыз тәсіл сол ғана. Ана сотқа барып, оған 10 жыл кетеді. Мысалы, мен звондадым, келдім екен, хлеб деп жатыр. Көрдім, мынаны өзгертпей-ақ 102-ге звондап, алло, полиция ма? Мұнда мен тіл дискриминациясы болып жатыр, келіп маған шара қолданыңыз. Өзіңіз ойлаңызшы, 100 адам звондаса, проблема ғой, полиция. Көрдіңіз ба? Полиция дейді, мыналар бастығы тұрып, сонда шешіледі деп, 100 адам Қостанайда, 100 Алматыда, Астанада звондай береді, анау полиция шаршайды ғой. Күшті тәсіл болады да. Бұл тұрғыдан бір нәрсені ескертіп өтейін. Біз мынаны айтып отқан жоқпыз. Бәріңіз барып телефонға, видеоға түсіріңіз деп айтып отырған жоқпын мен. Енді қолынан келетін адам видеоға түсірсін, жарияласын. Түсіру керек, ертең айтады, мүмкін сен ең болмағанда, мысалы үшін осындай бір мәселе болғанда айтты ғой, 100 адам қоңырау шалса, мысалы 100 адам, бұл енді трубка қолымызға жабыспайды ғой. Әрбір азамат қоңырау шалып, сол наразылығын білдіруге болады. Олар көрсін да, халық, қазақтың қаны бар. Халық осындай тілінің қорлауына қарсы екенін білсін. Әрбіріміздің қолынан келетін кішісі үлкенде бір жұмыс бар, ағайын. Енді ең жақсысы, әрине, осы Қуат бауырым сияқты бір заң бұзушылықты көргенде, оны бірінші прокуратураға, бірінші сол мекеменің басшылығына ескерту, екінші прокуратураға жазу, жауап келмесе сотқа жүгіну ең жақсы. Бірақ оған дейін, мысалы, осы интернетте қазақ тілін қорғағаннан гөрі жасайтын нәрсе бар. Мекемелерге хабарлассақ та осы бір шаруа деп ойлаймын. Иә, міне нақты осы қолдау сол болады. Бардыңыз, көрдіңіз, немесе сатушы айтты. Мен сізді, мысалы, Руза апам барды, мен ол кісіге айттым, мысалы, мен сізді қызмет көрсетпеймін. Ресей тілінде сөйлеңіз, телефон 102 теріңізде, алло, мұнда мен тілдер администрация қазір 175-ші бабымен дискриминация, тілдік дискриминация жасап жатыр. Полиция келеді, полицияға жазасыз, мен мемлекеттік тілде маған қызмет көрсетпей жатыр. Мейлі жаза беріңдер, сонда эффект, сонда уже анау өзі, дүкен өзі ойлайды ғой, маған полиция келеді, ертең тіл басқармасы келеді, оған керек бол, ол өзгереді. Өте дұрыс. Ханзира ханым айтыпты, мен де жүрген жерімде қазақша сөйлеуді талап етемін депті. Көрдіңіз бе? Мұнан өзі қандай керемет. Ешкім көрмесе де, қараңыз. Ешкім сізге алғыс айтпаса да. Енді Құдайдың өзі көріп тұр ғой. Құдайдың өзі көріп тұр. Сол ата-бабаларымыздың әруағы бізді сезіп тұр. Сол Алашорда қайраткерлері неге осы әлемнен жас кездерінде өтіп кетті? Айтыңыздаршы. Неге өтіп кетті? Оларды білетін еді ғой, былай төсекте отырып, диванда отырып, рахаттанып, бала-шағалардың қызығын көріп, құлдыққа көніп отыруға болатын еді ғой олар ішінде, Махамбеттер, Исатайлар, сол Кенесары хандар не үшін өмірден жастайынан өтіп кетті? Мен мысалы әңгіме қылғанда достарымның арасында мынандай мысал келтіремін де, Шәмші атамыз, Шәмші Қалдаяқов, 27 жасында, адам 27 жасында анау солтүстік облыстарымыз бөлініп кетеді деп жүгіріп сол өлеңді Жұмекен Нәжімеденов атамыз екеуі жазып, 27 жасында сол ол жерді ойлап жүрген шығарлап жүрген. Қандай ұлы кісілер. Біз 40-қа келіп, қайтесің осыдан 27 жасында анау СССР одағын ішінде болып, анау Қостанай Целиноградтан айырылып қалмайық деп 27 жасында Алматыда шырылдап жүгіріп жүрген кісілер. Қазір біз егеменді елде ғой, соның өзіне деп намыс болу ғой, намыс содан басталады ғой. Құрметті көрермен, мен өзім жайлы да кішкене айтып өтейін. Енді білгілеріңіз келетін шығар. Өздеріңіз біліп отырғандай, бірнеше апта бұрын біз Шымкентке ұшайық деп 1,5 ай бұрын ұшаққа билет алып, Air Астана бізді ұшаққа кіргізбей, отбасымызбен бізді Нұр-Сұлтан қаласының әуежайында қалдырып еді. Енді өздеріңіз білесіздер ғой. Осыны мені қара тізімге кіргізіпті. Қара тізімге енгізіп, сізді мінгізе алмаймыз деген мінез көрсетті сол жерде. Енді біліп отырғандарыңыздай. Біз
сотқа дейінгі процесс бойынша адвокатымыз арқылы компания басшылығына хат жолдап едік. Оның жауабы келді. Ешқандай мен қазір ол жауап мәтінімен сіздерді таныстырғым келмейді. Бұлай енді ол да мен жеке басымды қорлайтындай бір топастың жауабы, енді кешірсін, құрметті көрермен. Сол үшін адвокатымыз Абзал Құспан сотқа беруге дайындалып жатыр. Жақында сот арызы тамам болғанда, дайындалып болғанда, мен сіздермен таныстыратын болам. Енді сосын сөйлесетін шығармыз. Енді Ер Астанаға жақсы сабақ беру керек те, осы жолы жақсы сабақ беру керек. Осы қазақ тілін олар қорлағаннан кейін, біз берген сотта жеңіп шыққаннан кейін, біздің бір теңге талап еткеніміз бұларды одан да асып құтыртты деп ойлаймын. Біз сабақ алды, бұларға ақыл кірген шығар деп ойласақ, бұлар жас балада іштерінде кек сақтап, 2 жылдан кейін маған билет сатқанына қарамастан, 1,5 ай бұрын әуежайда мені сол жерде қалдырғанын білесіздер. Енді қанша теңге сұрауымыз керек? Сіздермен ақылдасатын болам. Моральдік өтемақы ретінде. Адвокатымыз айтты, қанша теңге сұрасақ та, оның бір 10%-ын ба, бірнеше пайызын алдын ала мемлекетке пошлина ретінде төлеу керек екен. Енді оны қалай шешеміз? Мүмкін бір қор құратын шығармыз. Сіздердің де көмектеріңізді сұрайтын шығармыз. Бірақ өзің атауында ұлттық компания деген атау бар. Осы компанияның жасаған осы ұятсыздығы енді шектен асты. Және олар қазақ тілін қорлаған үшін Қазақстанның заңдары алдына жеңілген ұмыта алмай, жас баладай мен ұшаққа мінгізбеу жолымен, отбасымен бірге менен кек алғысы келді. Енді әрине осы жерде қалдырмауымыз керек. Мен сіздермен жиі ақылдасатын боламын, Құдай қаласа. Осы талап арыз жазылып біткеннен кейін сіздердің ақылдарыңыз маған керек, беретін кеңестеріңіз маған керек. Мені осы жолда жалғыз қалдырмассыз деп ойлаймын. Сол пошлина мәселесін қалай шешеміз? Егер жеңіп алсақ, жеңген ақшамызды не істейміз? Соның бәрін сіздермен кеңесіп, ақылдасып, жөнге салармыз деген ойым бар, егер айып етпесеңіздер. Бауырым, енді сен соңғы сөздеріңді айт, егер осы жерде сұрақтар болса, оларға жауап ретінде. Мына сұрақ болғанда, негізі бұндай ойымыз бар. Тіл жанашырлар ұйымын құру ойларыңызда бар ма? Бар. Оны қайтадан айт. Алдында айттым, бұл осы тіл жанашырлары негізі бастысы өз ордасы құрылды деп есептеймін. Міне біз отырмыз, Павлодарда бар, Абзал Құспан досымыз ол да қолдайды, алматылықтарда Атажұрт ұйымы, Атажұрт жастары ұйымы қосыламыз деп, ол тіл мәселесіне. Сосын тағы мемлекеттік емес мекемелер көбісі айтып отыр, нетсеңіздер қолдаймыз деп. Енді сол жобаны неге ұйымды құрып, оны мемлекеттік тіркеуден өткізіп, бәрі заң аясында, бұны ұмытпау керек. Біз не істесек те, ағайын, заң аясында істеуіміз керек. Не істесек те. Өйткені, мынаны естен шығармаңыздар. Осы тұтқындағы, отардағы ел емес. Бұл Қазақстан, қазақтың өзінің жері. Болғаннан кейін біз не істесек те заң аясында істейміз. Өйткені бұл бауырым айтып отқан ұйым мәселесі де ені тағы да сол заң аясында шешілетін нәрсе. Ол тіркелеме, мысалы ол құжаттар дайын, бірақ біз негізі тіл жанашырлары бұл жұмысты жасап жатырмыз. Бұл жұмыс қазір сотқа беру, уақыт, ан жақтан звондайды, Павлодардан звондайды, Оралдан звондайды. Мен бүйтсем, мысалы бағдарлама YouTube каналы, телефон алып, мұнан дұрыс емес ұятын, дұрыс емес, консультация бүйтесің, заң сен жағында қорықпа. Бұл негізі тіл жанашырлары
жұмыс істеп жатыр деп айтуға болады, ақырын. Мысалы консультация көмектесеміз. Оны енді тіркеледі ғой, тіркелі, бірақ мне жаңа сұрақ қойды ғой, иә, сондай үйім ашуға дайынбыз. Ең бастысы мықты команда бар, бір-бірімізді тексердік, білеміз. Нақты ұлтшыл тіл жанашырлары осылай арамызда не жоқ та, өздері пиар үшін жиналғандар келді, фотоға түсті, олар келіп, пайда жоқ, қаражат пайдасы жоқ, өздері сеуіліп кетті, болды. Нақты Руза апа қайтпайды, мысалы, телефонда WhatsApp жоқ қой, телефон есік ме, жүре береді алға. Ол мынау жүректен келіп жатыр да. Бізге сонда жігіттер керек. Бізге анда керек емес, пиарға. Сосын екінші сот отырысы болғанда, құрметті алматылықтар, әсіресе сіздерге айтып отырмын, Қуат бауырымды жалғыз қалдырмаңыздар. Сол сот залына неше адам болып, қанша көп болып барсаңыздар, сол төрешінің үстінде де өздеріңіздің әсерлеріңізді қалдырып ықпал ете аласыздар деп ойлаймын. Бұл кісі жалғыз емес екенін біз білеміз, бірақ сіздер де немесе жақын маңайдан бауырыма қолдау көрсете алатын азаматтар, Қуатты біріншіден Фейсбукте достыққа қосыңыздар. Аты жөні қазақша жазылған, Қуат Ахметов. Кириллицамен жазылған, бірақ Қ мен кәдімгідей қазақ әріптерімен жазылған. Біреуі не блоктап тастап, оны өшірем. Негізі анда мен әжеммен фотода, әжеммен түскен сурет тұр, иә? Осы бауырымды Фейсбукта достыққа қосып алыңыздар, әрқашанда ақылдасып, сөйлесіп жүріңіздер. Тағы бір жеке нөмірін қайтадан айтып бере аласың ба? Жеке нөмірін жазып алыңыздар. Жеке нөмірі артылды, енді бұл Қуат көбімізге қарағанда заңды жақсы біледі. Бұл тіл үшін күресте қашан не істеуге болады. Бірақ мен айтып қойын, кейбіреулер күлер, адвокаты, мен заңгерміз, мен адвокат емеспін. Бірақ заңды білесің, оқығансың. Кейбіреулер айтады, сен жай болса жай, жарайды, мен ешкімнен нақты көмек сұрап жатқан жоқ, мен өз мақсатымды қойдым, болды, соған жүріп барады. Айта бердім. Қайтадан жазып алыңыздар. Телефон номер 877 242 86 12. Бұл Қуат Ахметовтың жеке телефон нөмірі, осында нақты тілге байланысты. Тілге байланысты. Нақты тіл жанашырлары үйім ашасыздар, жаңа сұрақ болды ғой, бұл сол қадамның бірінші қадамы да. Өте дұрыс, өте дұрыс. Звондайды, мысалы, қазақ қай бір өңірде болмасын, Ақтөбеде болсын, Петропавлда болсын, тірелді ме, не істерін білмейді. Міне телефонға хабарласты. Мысалы, 2 заңгер көмектесем деп, 2 адвокат дайын көмектесуге. Тегін. Шын ниетпен болды, солармен. Көбінде осындай азаматтарымыз көп болсын. Ағайын, біз көп сөзді созбай-ақ, біздерді көріп тыңдағандарыңыз үшін өз рахметімізді айтамыз. Біраздан кейін бізде кешікпейік, Қуат бауырымыз жолға шығады. Қайтадан амандықта кездескенше, отбасыларыңызға амандық, сіздерге бақыт, жұмыстарыңызда табыс, осы күрестеріңізде, ұлт үшін, тіл үшін күрестеріңізде жеңіс тілеймін. Қайырлы кеш.